Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге Әзірбайжан асханасынан кутабы деп аталатын осындай дәмді нанның рецептісімен бөлісемін. Ортасында салмасы сүзбеден жасалады. Дәмі керемет. Міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бізге қамырды жасау үшін қажет ингредиенттер бұл су, ұн және тұз қажет. Ең алдымен жылы суға жарты шай қасық тұзды саламыз, жақсылап араластырамыз. Мен жалпы қазіргі уақытта қамырдың барлығын Kenwood машинасында жасап жүрмін. Әрине өзіңіздің қолыңызбен де қамырды елесеңіздер болады. Жай ғана осы ұнның үстіне суды құйып қамыр илейміз. Мен қазір Kenwood машинасына ұнды салып қойдым. Енді соның үстіне осы су мен тұзды араластырып салып жатырмын. Бұл Kenwoodта қамыр осылай өзі иленеді. Және де 3 минутта қамыр жасалып шығады. Бір жағынан уақытты үнемдейді. Одан соң дайын қамырды алып, 20 минутқа пищевой пленкамен немесе целлофанға салып қоямыз. 20 минуттан соң целлофаннан босатамыз. Және де екіге бөліп, одан соң бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Алдымен қамырды осылай ұзынша рулет сияқты жасап аламыз. Одан соң кішкентай ұсақ бөліктерге кесіп шығамыз. Енді осы әр қамырдың бөліктерін дөңгелетіп, сұйық май жағылған тәрелкеге салып қоямыз. Міндетті түрде бетін пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Енді шетінен бір-бірден алып, әр қайсысын өте жұқа қылып дөңгелетіп жайып шығамыз. Өте жұқа қылып жайыңыздар. Үстелшенің үстіне аз-аздан ұн сала отыра, әр қайсысын жайып шығамыз. Әр қайсысын осылай жайып, бірін үстіне бірін қойып қойсаңыздар болады. Әзірше біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ақ желкенді ұсақ қылып турап шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша қалаған аз көкті пайдалануға болады. Сүзбенің үстіне 1 шай қасық тұз саламыз, дәміне қарай бұрыш саламыз. 2 ас қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде салмасы дайын, енді кутабы жасауға кірісеміз. Қамырдың жарты бөлігіне 2-3 ас қасықтан салып, осы қамырды видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Барлық қамырға дәл осылай салмасын салып, жарты ай пішінде жасап шығамыз. Және де қызып тұрған табаға ешқандай май жақпаймыз. Құрғақ табада осы кутабыды екі жағынан қызартып пісіреміз. Бір табаға менде 2 кутабы сияды. Солай жасаған ыңғайлы. Менде шамамен 4 минуттай тұрды. Асты осылай қызаруы керек. Одан соң аударсаңыздар болады. 2 жағынан ұстайсыздар және де құрғақ табада пісіреміз. Дайын кутабыды тәрелкеге саламыз. Және де үстіне сары май жағуды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің кутабы одан сайын дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Барлығын дәл осылай дайындап шығамыз. Достар, қараңыздар, бізде кутабы қандай керемет, жұмсақ, нәзік, әдемі болып шықты. Ал сіздер дәмін көрсеңіздер, одан да керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіз.
негізі салмасын өзіңіздің қалауыңызша ірімшік салып, ет салып алмастыра берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.